Қазақ әдебиетінде өзіндік қолтаңбасы бар жазушы Сайын Мұратбеков қазіргі Алматы облысы Ақсу ауданындағы Қоңыр ауылында 1936 жылы 15 қазанда дүниеге келген. Сайынды жастайынан атасы Мұратбек бауырына салып тәрбиелеген. Әкесі Сапарғали ұлы отан соғысына қатысқан майдангер. Соғыс жылдарындағы ауыртпалықтар мен қиындықтарды Сайын өз көзімен көріп, сол тірлікке қоян қолтық араласқан. Сондықтан да шығармаларының шынайы да тартымды, өмірмен қабыса байланысып жатуын осы негізден деп қарастыру керек. Жазушының жусан иісі, жабайы алма, өл ара сияқты біртума шығармалары қалың оқырманның көңілінен шыққан әйгілі шығармалар. Жусан иісі 4 бөлімнен тұрады. Жусан иісі шығармасы Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ауыл тіршілігін, ел басындағы ауыр жайтты, сұрапыл соғыстың зардаптарын танытады. Осы жағдайдың бәрі жетім бала Аян тағдырымен ұштастырыла көрініс табады. Аян жетімдігіне, ауырда талқысы көп болған өміріне қарамастан, алдағы күннен күтер үміті зор жасөспірім. Қайсарда мығым Аян арманшыл, ойдан шығарған ертегілері мен әңгімелері арқылы ауыл балаларын өзіне еліктіріп алады. Оның ертегілерінің кейіпкерлері де асқақ рухты, батылда ержүрек. Аянның арманы, ой мүддесі ойдан шығарған кейіпкерлері іс-әрекетінен табылып жатады. Қайта-қайта шыға берген аяғының зардабы оны мұқалталмақ емес. Себебі Аян өр рухты асқақ арманның иесі. Жазушының білдірер ойы адамның қиындықпен күресе білуі, талап пен жігер қашанда адамды шыңдай түседі дегенге саяды. Шығармадағы Аянның прототипі Сайынның туған жері Қоңыр ауылындағы өзінің қатарласы Ұзақбай деген бала болған.